Бауырым, сен шетке тұр. Күн қайырлы болсын. Жанбол рахматулла. Жо. Өшірмейміз. Мен көмекшімін. Кетік жоқ, мен көмекшім бүгінге. Бүгінге мен көмекшім. Нұреке, кім көмекші бүгін? Сіздің көмекшіңіз кім? Қолыңды ал. Демесе бірақ маған. Бейне және аудио жазылым жүруде. Менен кім? Жанбол рахматулла. Жоқ, Эдип сөйлейсіз маған. Атыңды білмеймін, таныстыр өзің. Таныстыр өзіңді. Қайдан білем? Эдип айтпаңыз маған. Марал ғой ол. Мұны Мұрат аты, мұны Мұрат Шайдесбек. Молодец, Мұрат. Қолыңды ал. Нұреке. Шақырсын. Мен бүгін көмекшімін. Атын кім сіздің? Таныстырдыңыз Мұрат неге жаңа? айтпайсыз маған? Эдип неге сөйлейсіз маған? Сіз мен таныстырдыңыз ба өзіңіз? Жоқ, мен емеспін бірақ. Сіз өзіңіз таныстырдыңыз ба? Сіз вообще инвалид. Кедергі жасамайсыз. Нұреке. Жоқ, кішкене өзінің тіліне не алсын, жауап берсін. Кет. Эдип маған кедергі жасамайсыз. Қолбаева Марал Әкімбек қызына келіп тұрмыз. Бірақ сен маған Эдип сөйлемеңіз. Молодец. Итермесеңші, неме итер алсың? Үйтер отыр сені. Сен емес, сіз деп сөйле маған. Үйретпесе. Фамилиясы кім бұл маған? Жанбол рахматулла, не болды? Эдип болды? маған сөйлемеңіз вообще. Итермеңіз. Мұрат, өзіңізді таныстырыңыз. Мен Мұрат. Сосын мен Мұрат деймін. Болды, жақсы. Кім итерді сізді? Еркексіз ғой. Кім итерді сізді? Там мақта итеріңіз ғой мені. Итерген жоқпын. Өзіңіз тығылып барасыз дәл қасымда. Не мынау еркекше тірлігіңіз істемесеңші, не ол? Не істеп тұрмын мен? Мынау итересіз маған. Итерген жоқпын, итерсем сен жерде жататын едім, брат. Қоя тұршы. Шақырып отыр ғой. Кім болса да ше, мынау дұрыс емес итереді. Мынау емес, мен атымды атадым қолыңмен. Шошайтпа. Шошайтпа қолыңды. Қолың шошайтпа, атымды атадың ба? Атымды атадың ба? Болды. Дедің ба? Сен де маған дедің. Сен деме, сенкіл деме, түсінің ба? Сіз де маған деп айтыңыз. Мемлекеттік қызметкердің этикасын сақта. Не, инвалидтер ғана кіре ма не? Кеттік, Марал. Марал, жүр. Кімге жаңа портал қайықта? Жүр. Шақырдыңдар ма мен терт? Қоя тұрып, адам бар. Кезек күте тұрайық. Жоқ, адам бар ғой? Адам бар ғой şimdi. Так, Маралдың кабинеті ар жақта, білмеймін неге. Гүлназдың кабинеті екенбіз. Сен камераң қосылып тұр ма? Иә. Мысалы мен кеше келгенде осы жерге. Иә. Осы екі кабинеттің ортасы сандалып жүрген мен. Бір сағаттан астам жүрдім осы жерде, осы екі ортада. Жақсы, негізі сізге қызмет көрсететін Марал, оның кабинеті ар жақта, бірақ сізді екі жаққа допша теуіп жүрді. Екінші бөлмеге бұлар сандалып, мен кеше көп уақытын алған бұлар. Жақсы. Сіз бүгін бірінші күн емес, бүгін қаншасы? Бүгін жоқ. Числоның 14-і 4-ші күн. 14-ші қаңтар, сіз 5-ші қаңтардан бері жүрсіз ба? 5-ші қаңтардан бері осы жерге келіп кетумен жүрміз осы. Жақсы, иә, бірден шеше салуға болатын еді дейді. Мына жақта 9 күн бойы шешпей жүріп, енді камераны көріп, бірден шешкіш болып қапты. Жерде енді мына қазір мысалы Марал деген кісі осы маманы мысалы зағиптарға жаңағы осы портал жөнінде қызметінің өзі жаңағы толық атқарушы, мысалы бізге көмек беруші де, сосын жаңа порталға кіргізіп осы сол жұмыстан бесінен бері осы кісі сізді ертең-ертеңмен бағып келе жатыр ғой? Жоқ, баста өзіне бесінен болғаны бізде база жауық деген бұл кісілер. Иә, сол қашан айтты ең бірінші рет? Бірінші күннен бастады, басы ашылуда. Бірінші қаңтар ма, 5-ші қаңтар ма? 11-ші қаңтар. Жоқ, негізі ашылу керек еді, жұмыс күні 5 емес, өтесің ба? Өтім. Уалейкум ассалам. Болды, ака, сырым тоқтата тұрайық. Нұрлан ағаның көзілдірікте себебі, танымайтын болсаңыздар, бірінші топ мүгедек, көзі көрмейді, сондықтан өтпесін. Міне қызығы. Пара алғанда, бергенде жазалынады. Қолдайым. Құрметті тұрғындар, егер сіз мемлекеттік қызмет алу барысында әуе сарсаңға салу, негізсіз әкімшілік кедергілерге, заңсыз сыйақы алап, талап күтуге тап болсаңыз, шаржақа оқығым да келмейді. Мына жерде А болады, достар. Мына жерде Е болады. Дұрыстаңыздар, сауатсыздық болмайды. Біз әлі де кезектеміз. Екі кісіні 40 минут болды түсіріп жатқанына дегенде, қызмет көрсетіп жатқанына.
Холбаева Марал Акимбековна бөлім кеңесшісі мында отыру керек еді. Бірақ біз мында тұрмыз өйткені. Мында кетіп қалды. Өз бөлмесінде компьютер істемей қалды ма, интернет істемей қалды ма. Білмеймін, 2021 жыл қалай компьютер немесе интернет істемей қалуы мүмкін. Күтіп жатырмыз. Қазір сағат 11:00-де бір шара қолдана бастауымыз мүмкін. Заңсыздыққа қарсы. Қазір сағат 11:00-де полиция шақырық. Мына қалалықтардың дербес деректері кез келген адамның қол астында, аяқ астында жатқан жағы. Кіріңіз дейді. Кеттік аға. Екінші адам шықты. Жоқ, кеттік деп. Нұрлан аға бірінші топына келіп, көз көрмейді. Ағай отырып. Так. Мына жақта 3 кісі екен ғой. Отырып алыңыздар. Ағай отырыңыз. Так, бейне және аудио жазылым жүруде. Есімім Жамыл Рахматулла. Марал қайда? Бүгін Алдыңызда отырмағайыз, айта беріңіз, саламатсыз. Марал, Ал. мен Флешкін. мысалы осы жеке көмекшілік жаңағы өзімді немді құжатымды жеке көмекшілікке қызметін алуға келдіңіз ғой, сол қызметке қол жеткізе алмай жатсыз ғой. Немес, жаңа бастан айтайын да негізі. Бұл жаңа жеке көмекшілікке мысалы соны арқылы не бергенме, жаңа заявка. Сол заявка мысалы 28-іне берген. Ол одан бері қаншасына түсті bu yoqqa? 28-де берген заявкаңыз ертесіне түседі. Заявкаңыз түскен күннен бастап, бірақ сіз былтыр толыққанды алдыңыз ғой. Жеке көмекшіні алдыңыз. Сіз 2021 жылға тастап отырсыз заявканы. Дұрыс па? 2021 жылға тастағандықтан ол портал былтырғы нені базамен жабылып, кіріп, бәрін услуганы толыққанды алғандықтан жауып не аламыз. 21 жылдың жаңа заңына байланысты 26 бұйрыққа байланысты, мүгедектерді қорғаудың жаңа заңына байланысты порталда таңдау мүмкіндігі бар деп жазылған, дұрыс па? Соны бірақ жұмыс күні 5-нен басталғандықтан біз 5-не кіргіздік. Оға дейін доступ болған жоқ бізге кіргізуге базаға. Кеше мен сізге оны айттым, түсіндірдім, иә? 30-31 жұмыс істеген жоқсыздар ма сонда? Жұмыс істелді, бірақ келесі жылдың заявкасы болғандықтан сол жыл ғана алдын ала берілмейді дейсіз ғой. Алдын ала берілмейді емес, нені алып жүр. Қызметті алып жүр. Жоқ, 2021-дікін желтоқсанның 28-і бердім деп тұр. Берді, бірақ келесі жылға біз 5-нен бастап қамтамасыз ететін болғықта базаға 5-нен. Заң бойынша сонда әлеумет егов.kz алдын ала қабылдамайды, тек қана сол жыл. Егов.kz емес бұл жерде. Порталыңыз қалай аталады? Портал социальный услуг. Әлеуметтік бар. Толық айтсаңыз, домен. Білесіз ғой домен деген? Жоқ, үйтіп аталмайды. Бірдеңе.kz деген, бірдеңе.com деген болады ғой. Әлеумет егов.kz. Дәл жаңа ғана мен соны айттым. Сіз сол емес дедіңіз. Егов.kz. Жоқ, мен әлеумет.егов.kz дедім. Қайтадан қараңыз. Сонымен сіздер енгіздіңіздер. 5-і жұмыс істемейді дедіңіздер. Бүгін 13-ші қаңтар, 8 күн өтті, сосын. Тыңдан, сіз сұрақты инвалид қойсыншы. Жақсы. Сіз тұра беріңіз. Бірақ Марал, сіз дұрыстап түсіне алсаңызшы. Сен өзіңді өзің ұста, сабыр ет. Дұрыс қой, бұл кісі неге провокацияға айтып жатыр. Кеше дауласқанымыз жетіп отыр, қоя тұр еді. Енді мен сізге қазір айтайын, 5-не кеше түсіндірдім ғой. 5-не кіргіздім неге базаға. Порталдың істемеуіне байланысты кеше ғана кіргіздік. Жоқ, 5-не кіргіздім, бірақ портал 11-нен бастап жаңа нелер обновление болғандықтан 11-нен бастап кіргізіп, мен сізге кеше келгендікте осы жерге жібердім ғой, дұрыс па, көрдіңіз ғой, порталда не ашып. Тоқта. Сенің қоя тұр, мен сенен сұрайын. Сенің мысалы орның, өз орның. Арық кабинет қанша нөмірі? Камила. Біз не қазір басқа бөлмеде отырмыз? Сол, сенің кабинетің мысалы отыратын орның. 6-шы кабинетте, дұрыс па? Сен кеше мен келгеннен кейін осы 8-ші кабинетке жұмсадың. Қазір сен өз отырған орныңда. Ол отырған орнында сен отырған кеше Қарлығаштан келіншек. Түсіндің ба? Ол мысалы мен саған портал жөнінде келіп жолықтым ба? Сен бұл жерде маманы болғансың, маған бәрін нақтылап түсіндіріп, керек порталды ашып, сен соның ішіне мысалы ендірілген құжатың бар ма? Жаңа менің мысалы таңдайтын мысалы портал арқылы мысалы мекемем бар ма?
сосын жеке көмекшің бар ма, сол міндетті сен атқару керек болатынсың. Дұрыс па? Ал бірақ сол міндетті сен басқа кеше осы жерде отырған Қарлығаш деген кісіге жүктеп қойыпсың оны. Дұрыс па? Оны мен келіп, тыңда, мен келіп осы жерге портал жөнінде ол кісіге мысалы немді флешкімді бердім. Флешкімді бергеннен кейін компьютерге салды. Ол мен мысалы ол жерде көріп тұрған жоқ, білмеймін, қасында жеке көмекші көрмеген, бірақ ол отырып ашты да, порталды ашты да. Үндемей отырып, бір кезде жағы енді біткен білмеймін, бірақ маған айтты, сіз бара беріңіз дейді. Былтыр мысалы мекеме кім? Былтырға. Международный благотворительный фонд. Анықтап айт. Международный благотворительный фонд. Егесі кім? Представитель Жанаев. Жанаев. Енді сол мекемені барып, сонымен құжатыңызды сонымен келісіп, сол кісіге жұмсап жатыр ойдағырды. Менің келісімімді алмай десең, менің келісімімді алмай. Жоқ, алған бұл жерде айтайын енді толықтырып. Ол мысалы оны айтқаннан кейін мен сұрадым. Қарлығаш дедім. Ол сен қазір қалай айтып отырсың сен маған? Ол сен мысалы мен өз жерде сен порталды ашқалы бер, мен ашқалы сен қазір маған айтта жатқан жоқсың. Мысалы не таңдау керек, кім таңдау керек сен маған ол түсіндіріп отқан жоқ. Бірден жаңа мекемеге жұмсап отыр. Дұрыс па? Ол заңды ма, заңды емес па? Иә, айту керек. Ал енді ол бұл жерде маған айтып, бірінші келген кезімізде. Жаңа сен 6-шы кабинетте отырсың ғой. Саған қарай қайтадан жұмсады өзімді. Мына базаға ендірілмеген, базаға ендіріп келіңіз деді. Өзің естің ғой кеше? Мен саған бардым, базаға ендірілмеген деді. Соғысын саған бардым. Сен бір немене дедің кеше? Подпись дедің. Не подпись ол? ЦП ма? Жоқ, өзі түсіндірсін. Не подпись ол кеше? Бір подпись сіз базаға егізілген бірінші ЕСАБЕС бағдарламасына нелер инвалидтердің даванына енгізіледі. Одан кейін барып қоя тұр. Ендізілген болса кеше бірден не ашпайды соң порталды? Базада жоқ деді ол кеше. Ағай, мен сізді тыңдадым, мен тыңдасаңызшы. Айтып жатырмын ғой. ЕСАБЕС бағдарламасына енгізіліп барып, осы жаққан порталға направить етіледі базаға. Соны ол қыз тексеріп барып, бірден кейбіреулер ашпай жатыр, өйткені ИПРлер көрінбей жатыр порталдан. Әлеуметтік мен ЕСАБЕСке ол жақтан кіргізіп жіберемін да, осы жақтан порталдан, өйткені ол база екі неден ашылады. Біреу интернеттен ашылады, біреу портал немен ашылады. Мен сол жақтан неден ашылады? Екінші неден ашылады? Екінші база ол интернетпен ашылмайды, база простой немен ашылады. Өзінің нелері бар. Ол мен оның бәрін программист ретінде айтпай қойын, бірақ программист емеспін оны. Бірақ екі немен ашылады, IP-мен. Мен түсінген жоқпын, сол ғой. Мен түсініп отырмын. Екі немен ашылады да? Адрес дейді. Екінші не адреспен ашылады да? IP адрес 146.26.256.0 сияқты ғой. Бір немен ашылмайды болдықтан мен сізге осы жаққа жерге, осы жақтан портал ашылып тұрған кейін, осы жақтан жібергенім сол. Ол интернетпен оны сіз әлеумет социальный портал мен сізге кешеде түсіндіріп айтқанмын, өзіңізде ашып көруіңізге болады. Енді көзі көрмейтін кісі ғой. Айтадым, таңдауға мүгедек адам өз таңдауға да болады. Енді Марал, тыңда, мен саған кешеде бұған дейін де түсіндіргем. Түсініп отырсың ба? Сен бұл жерде маманысың. Сен бастығың бекерден бекер жүктеп отқан жоқ осы жұмысты. Келген мүгедектерге бүкіл толық қызметіңді қандай жұмыспен, қандай порталмен, мысалы, не атқарып жатсың, соның бәрін мүгедектерге толық түсіндіруің керек сен. Ашатын порталыңды аштың ба? Сол ашқаннан кейін бәрін сол жұмысын толық атқаруың керек. Енді сен кеше мысалы бұл жерде ана кісіге жұмсап отырсың, сен компьютерің жоқ па или интернетің жоқ па сенің ал? Неғып сол өзің атқармайсың сол жұмысты? Айтшы. Мен базаға ар жақтан кіргіздім деп ЕСАБЕСке деп айтып жатырмын ғой. Жоқ, түсіндік қой. Сонда осы жаққа портал осы жақтан ашылып тұрған екен. Жоқ, бұл портал осы жақтан неғып сені орында отпайсың сол порталдың басында? Өйткені мен базаға кіргізіп жатырмын ар жақтан, ағай. Жоқ, сіз жаңа ғана айттыңыз. Күнделікті құжатты келе ма? Мен бірінші порталға, мен сізге айтып жатырмын ғой. Нұреке, порталға сен мен үйден кіре аласың дедің, неғып өзің кабинетіңнен кіре алмайсың деп сұрақ қойыңызшы. Иә. Базаға бұл кіре алады екен да, Марал, бірақ порталға кіре алмайды екен өз кабинетінен. Бірақ сіз үйден кіре алады екен, соны неғып сұраңызшы соны? Маған жауап берсеңіз. Мен сол сұрақ болсын саған. Порталға өз кабинет, өйткені мен айтып отырмын, мен базада отырдым да, сразу мына жаққа порталға неғылдым. Порталған өйткені менде интернет жоқ, интернет мына жақта бар. Естіңдер ма? Махажанов,
Дәурен, интернет жүргіз 6-шы кабинетке. Марал, растайсыз ғой сіздің кабинетіңізде интернет жоқ екен? Интернет болған жоқ, ол жерде мен базада отырдым. Сосын мен Сіздің дербес компьютеріңіз мысалға Lenovo дейік, тек қана базаға кіреді, сонда порталға әлеумет.egov.kz-ке Explorer, Chrome, Opera, Firefox арқылы кірмейді дегенді маған растап тұрсыз, ға? Растадыңыз, болды. Сонымен қазір қандай қызмет алғыңыз келіп жатыр, Нұреке? Менің қызметім кешегіден қайтадан бастай қонда. Қандай қызмет сол қайтыңыз? Мысалы мен қазір портал бойынша келіп отырмын ба? Сол портал бойынша қазір мен саған күлішімді берем. Кеше мысалы сендер маған бір салдыңдар. Одан кейін тағы 2 салып, менің қайта күлішімді ашпақшы болдыңдар. Антикорға 14-24-ке звондасаңыз болады, келесіде әуре сарысаңға салып жатса. Мен білмедім, ол жерден біз оқымаймыз. Камила, мына флешканы қолына бер. Жамбол, сен енді соның жағы несін өзің қадағалайын. Жақсы. Естідіңіз ғой, тұтынушы өз көрмейтін болғандықтан маған жүктеп тұр, маған сеніп тұр. Мені көмекшісі ретінде атап тұр. Дұрыс па? Әлеуметтік осы бөлімді. Сендердің бөлімдеріңді. Таңдауға бола ма, болмай ма? Жоқ. Біз порталдан қазір 4 порталмен таңдайсыз ағай. Тек қана сонда мені жаңағы общество инвалиды солар таңдатып тұрсыңдар ғой маған сонда. Одан басқа таңдатпайсыңдар. Жоқ, таңдатпаймыз енді осы не бойынша порталға... Жоқ, анадан басқа жоқ болса порталда бар осы ғой. Әлеуметтік қамсыздандыру бөлімін таңдағысы келсе, мемлекеттік ұйыммен тіке жұмыс істегісі келсе. Қызметті мемлекеттен тіке алатын болса. Барлығы бір неден таңдалғандықтан сол порталмен осыны ғана таңдау. Жоқ, бізге әлеуметтік қамсыздандыру бөлімін таңдау керек, ол үшін істеу керек. Болды, онда мына жақтан мен ол кезде порталдан таңдамайсыз. Жақсы. Алып тастаймын. Алыңыз. Флешкаңызды алып берейін ба? Безопасное извлечение етіңіз, портал жабыңыз. Әлеумет.egov.kz-те қазақ тілі жоқ па, неге орысша оқытып қойдыңыздар маған? Мусин, Бағдат, Рабыл ертең кетеді министрліктен. Келесі министрге бай бұл сұрақ. Сонымен, Марал, Қарлығаш, әлеумет.egov.kz-те қазақ тілі бар ма, жоқ па? Сіздер орыс тілді қазақ болып тұрсыздар ба, Мен қазақпын ба, орыспын ба? Кез келген тілде таңдай беруге болады. Бізге таңдау құқығын берген жоқсыздар ғой, орысша оқып қойдыңыздар. Сонымен енді не істейміз? Сізге барамыз ба, әлде осында отыра береміз байлыға? Жүріңіздер ағай. Кеттік. Флешкаңызды алыңыз. Қақпа қайда флешкаңыз? Бергем. Жақсы, кеттік. Мұнда дербес деректер әлі жатыр. Сіздердің конституциялық құқықтарыңыз ешкімге қызық емес. Біздің дегенім ғой. Басшысына кіреміз ба? Жоқ, қазір кеттік. Сізді болды, қызмет көрсетеміз еді. Әуе сарсаңға салса, Нұрлан ағам салғанда кабинетке бар, мына кабинетке бар деп көз көрмейтін адамды кезде 14-24 антикорға хабарласыңыздар. Мүмкін сіздерден пара талап етіп жатыр ма? Мүмкін, нақты емес. Қазір Марал өз кабинетіне келген күтейік. Арғы жақтан қызметті ары қарай осында аламыз дейді. Так, некелі, жоқ, кодекс, стандарт, тұрғын үйді. Мына жақта мемлекеттік қызметкердің этикасы бар ма, жоқ па? Көзі бар адам көреді. Қызметкерлер онша этиканы сақтай бермейтін болғандықтан. Қазір. Жоқ, келе жатыр ғой. Кеттік, Нұрлан аға, басарыңыз. Маска, бетперде. Жақ, орысша екен түсінген шығарсыздар, Кентода 3,5% халқы орыс, қалған 65-70% қазақ, бірақ орысша қызмет аласыздар. Үш қызметкердің орнына. Ана, стол жай тұр ма? Таран-таран, пожарная дейді.
өрт болып жатса, орысша білмесеңіз, нөмірін білмесеңіз жанып кетесіз, өйткені ана жақта орысша жазылып тұр. Так, қазақша. Келман бар? Жоқ, мына жақта не дейді? 4. Артында жазуды көріп тұрсыздар, 4, 5. Реттік сан білмейтін сияқты мында кісілер. Қара өзі қатесінің бәрін түзелетін да. Мүгедек балаларды үйде оқытуға жұмсалған шығындарды өтеу мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты ата-анасын жеке басын куәландыратын құжат. Я кезек күте тұрыңыз аға, иә? Мына кісіні қабылдап алсын. Ана жақта өзінің орнын тастап білмеймін қайда кетіп қалған. Өте сенетін адамдар екен. Көңілдері ақ, жаман ойламайтын. Ана жаққа бір қылмыскер ма жаман ойлы адам келетін болса, мемлекет сенген компьютер, кресло аумен дейсің бе? Так. Онлайн деген қалай жазылатын білмей жүрсеңіздер, онлайн деп жазылады. Обучение екенсіз қаржыгері. Жарайды. Мен қазір түсірілімді тоқтата тұрайын, Марал қайтадан офлайнға кетіп қалды. Офлайнға. Күте тұрайық. Мен аудио және бейне жазба жүріп жатқан жайлы ескертіп қойын, я? Аудио және бейне жазба жүріп жатыр. Соны ескертіп қойын. Есімім Жамбыл Рахматулла. Мен бөлім басшының орынбасары, есім Жасуан Маратович. Сіздерде қазір жаңағы мәселе, сіз порталдан таңдамасаңыз, қазір келісімшарт деген болмайды орда. Қазір әлеуметтік 26 бұйрыққа өзгерістер енді әлеуметтік қызмет көрсету порталы шыққан. Бірінші январдан бастап күшіне енді сіздер өздеріңіз таңдайсыздар. Болды. Орада таңдамасаңыз, ертең сіз қызметсіз қалып кетесіз. Мемлекет мекемен мүлдем таңдай алмайтын болып тұр ғой. Мекемен басын мүлдем таңдай. Бұл жерде, мысалы мен таңдауға келдім. Осы мекемеге. Маған мекеме қызмет етпейді ғой оны. Тыңдасай сен. Сіз әлеуметтік қамсыздандыру бөлімі емес па? Әлеуметтік көзі көрмейтін кісі. Мен келдім. Маған көмек беру керек па, керек емес па? Сізге көмек береміз, конечно. Сол не дұрыс келмей жатыр. Бүгін 10-шы бұл кісі 5-нен бері жүр. Неғып 8 күн бойы әлі осындай сіз сияқты түсіндіріп бермеген. Неге әлде ұйым жоқ. Енді ғой 8 күн өткеннен кейін, камера келгеннен кейін, неғып 5-ші қаңтар жұмыс күні ма 21-ші жылдың? 5 қаңтар жұмыс күні, иә. Иә, сол күні келген. Неғып сол күнінен бастап ұйымды таңдатқызбаған? Не, жаңғыз маған емес, жалпы неғып мүгедектердің алдынан неғып түсіндірмедіңдер соны? Ұйымды неғып 5-нен бері таңдау мүмкіндігі бермегенсіздер? Ол бойынша хабарландыру газет журналдарға барлығы шықты. Қандай? Не шықты ғой, ә? Барлығы жүргізілді ғой. Беріңізші маған, оқиын, танысайын. Беріңізші, берілгендер нелерін бәрін. Қазір күте тұрыңыз. Жоқ, қазір оқып. Камила, қазір сіз отырыңыздар, отырсыңыздар ғой. Жоқ, нараға деп көрсетпесеңіз көзі көрмейді ғой. Кешірімсің, айтпай берме. Шамал бүйтіп жақындап отырыңыз. мен тұра берейін. Сіз тұра бересіз, ыңғайлы ма бұл? Иә. Отырсаңыз тұра беріңіз. Қазір 1 минут, мен басшы шақырып жатыр едім, қазір келемін, жарай ма? жарайды. Нараға дейді. Жоқ, кімге қызмет етіп жүргенін ұмытпасын да. Ұмытуға болмайды, жұмыс уақытында жүр ғой. Тағы да тоқтата тұрайық. Біз мұнда сағат 10-да келгенбіз. Қазір сағат сыртқа кетті. Сағат 11:25. На сағат 6 минут асығып тұр дейді. Жарайды, онымен келсек. 1 сағат 20 минут болды. Әлі қызметті әлі алмай жүрміз. Қазір күтейік. Марал газетке кетті ма? Тез печатать етіңдер газетті. Шықпаған газетті. Өтірік датамен деп жатыр ма? Жарайды, күтейік. Сағат мәнекей. Қанша уақытта келетін көрейік. Біз сағат 10-да келгенбіз. Марал, жаңа басшыңыздың орынбасары бізге газетте хабарлама шыққан деді. 5-нен бастап істемей, бүгін ғана қызмет көрсетеміз деген жайлымен танысқым келіп жатыр сомен. Естіңіз ғой, жаңа басшысының көмекшісі не деген? Естіген жоқсыз ба?
Жақсы, сұрап қайтыңыз. Жоқ болса енді өзінің қиындығы ғой, біз осыны жібереміз, қанша сағат қызмет алып жатқанымызды қызық болсын. Сағат 11:35. Ал біз әлі күтудеміз. Ондан бері. Жасұлан Маратұлы. Мына орын, жұмыс орны кімдікі? Бұл кеңесші Маралдікі, иә? Маралда мынау кабель менің түсінуімше интернет, иә, астында жаңа өшіп отқан интернет істеп тұр деген белгі емес па, иә? Интернет емес, базандікі ғой, бұл базандікі емес пе? Жоқ. Базандікі. Локальный базанкі ма? Базандікі ғой. Интернеттік емес па? Ол не үшін сұрайсың? Интернет бар ма, жоқ па? Марал интернетім жоқ деді. 8-ші кабинетте бар. Сіздерге интернет жұмыс бойынша болу керек па, болмау керек па? Интернет сұраңыз. Базадан жұмысын ашпай ма? Порталға кіреміз ғой біз. Мекеме, а? Порталға кіріп отқан жоқ. Қалай кіреді? Марал қызметін қалай атқарады? Партның базаты ғой ма? Ол айтты ғой, мен атқарамаймын деді ой, сол үшін 8-ге кетіп жүрмін деді ой. Кім Марал? Газетіңізге біз танысайық жаңағы 5-нен бері не... Вопросыңыз бойынша. Иә. Орада О, жөтелмеңіз. Орада жаңа жеке көмекшіңіз бар ғой қасыңызда өзіңіздің. Жеке көмекшіңіз. Нұреке сізге айтып отыр, иә. Ал, Жоқ, сіз атын атасаңыз көзі көрмейді. Сіз жеке көмекшісіз. Жеке көмекші жеңімпаз таңдайды. Түсінікті ғой, жаңа қызмет ететін, жеңімпаз деп мұн қате едім. Қызмет ететін поставщик таңдайды. Поставщик ретінде ол әлеуметтік қамсыздандыру бөлімін таңдай ала ма, таңдай алмай ма? Жеке көмекші. Бөлімді таңдай алмайды. Ода да ондай құқы жоқ дейсіз ғой? Жақсы. Тек қана мүмкіншілік кемтар азаматтар ұйымдары. Сіз жеке көмекші қызметін таңдайсыз. Жасұлан. Бұл кісі жаңа жеңімпаз деп мұн қате. Жақсы, жаңа газетпен, заңмен ескерту жайлы публичная оферта деді осы, мен таныстырсаңыз мені. Оны официально неге неғыңыз, официально жауап беріңіз. Жоқ, сіз жаңа ғана газет бар дедіңіз, тауып келем дедіңіз, сонымен мен танысайын. Біздің... Мен ауызша ресми түрде сұрап тұрмын. Маған электрон нұсқасы керек емес, газет деген ол электронды газет болмайды. Бізге газетке журнал болады. Тауып беріңіз. Газетке жібергенді берсеңіздерші. Бұл газет па сонда? Бұл менде қазір печатать етіп бере салым ғой, А4 деп, ақ-қара қағазда. Мына нөмірді печать етіп бере алмайсыз. Мына нөмірді печать етіп бере алмайсыз. Жоқ, сіз жаңа газет дедіңіз, иә? Газетке Бұл жіберген... исходящий, мынаны сіз адамның почталарына таратпайсыз, дұрыс па? Дұрыс емес па? Сонымен таныстырыңызшы, біз танысайық сонымен. Газетке жіберген хаттар арнайы бар. Газеттің өзін оқиық. Газетті ол частнилер. Жоқ, сіздерде болу керек қой, дәлел Осы басымды ретінде. көріңіз. Қай басым, қандай газет? Мен ол газетті сізге тауып беріп жүрмеймін. Жоқ, газеттің атауы қандай? Екі хат. Кентау шұғыласы. Нөмір қандай? Қай күн шыққан? Так, 16 июнь 2020 жыл. Июнь деген не ол? 15 май. Жақсы. Түсінікті ғой. Енді Марал, бізге қызмет көрсетесіздер ме, көрсетпейсіздер ме? Бұлдың былтырдан бастап жібергенбіз, жарияламыз. Жақсы, мен көрем, сосын сізге қайттан келем Жасұлан. Болды жарайды. Таппасам. Болды жарайды, қайшы. Осы сен түсіндірген нәрсені бар ғой? Мен емес. Әр келген мүгедекке осы жылдың басында 5-нен жұмыс 5 числодан бастадыңдар ма? Осының бәрін тиянақтап түсіндіруге бола ма, болмай ма? Бұл бойынша арнайы нелерге хат былтырдан бастап жұмыс Жоқ, сен менің сұрағыма жауап берші. болады. Осы жерде ауызша. Мен мысалы ол жазған нәрсені мен оқымаймын. Жоқ, сіз газетке қалай жазып жүрсіздер, көзі көрмейтін адамдарға газетке қалай хабарлама жазып жүрсіздер? Тек қана бұл кісі емес қой, енді мүмкін шектеулі кемтар азамат, бұл кісі емес қой. Жоқ, бұның әйелі жоқ шығар, баласы жоқ шығар, жалғыз өмір тұратын шығар. Жеке көмекшісі былтыр. Сонда қазір жеке көмекшіге кінәні соған... Кім Жасұлан? Мына жерге келген кезде түсіндіруге бола ма, болмай ма? Болады. Соны жауап берші. Болады. Болды ма, болмады ма? Түсіндіру жұмыстарын не Мен вроде түсіндім сізге. Жоқ, қазір 13-ші қаңтар ғой. Мен сұрағыма жауап берші. Жылдың басында түсіндіруге болар ма, болмас па? Енді мен көріп отырмын. Мен кез келген жалпы мүгедектігі, жалпы мысалы жинап бізге келсе, біз жауап береміз, міндетті түрде жауап береміз. Жауап бермеген деп тұр ғой. Алмаған мұндай ақпарат деп тұр ғой. Жоқ, Жоқ, сіз біз деп атсыз ғой, сіз емес. Бопты, саған ешқандай неміз жоқ, болды. Түсінікті. Болды, түсініп қой. Иә. Енді, Нұреке. Тез берсе қызметтерін. 1 сағат 50 минут. Тез жұмыс істейді екен. Газетке ұсынылған нелер ғой, хаттар ғой. Жақсы, мен газетті арнайы оқимын. Қазір көрейік. Түсіріп сосын оқи беремін. Так, жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі.
Салманғаш, саясат басшы. Мына жақта басшы жоқ сияқты, бәрісін атқарушы. Міндетін атқарушы. Білемін ғой. Сол уақытта сол кісі болған шығар. Жоқ, қазір Бабаев та біреудің міндетін атқарушы. Жоқ, сізге емес, жай сырт түрде. Мынандай сайт бар екен, түрде. Қосыныкте слэш әлеуметтік кз. Жақсы. Мынаны мен ала берейін ба, әлде қалдырайын ба сізге? Жақсы. түсіріп алсам Жоқ, түсіріп алып кеттік. Қазір адам бар екен. Жақсы. Тағы да күтейік. Как күте тұрмыз тағы да? мен іште күтейінші, аяқта уже шашырып Сіз отыра тұрыңыз, мен шақырыңыз сосын. Mana, мына флешканы мен Көріп тұрмын ата. Опа, манеке. Есікті аша салайық, мына жақта көп адам. Вот, қосақта. Отырамыз үстінде. Бер, артықта екінші орындық бар. ана тағы түсіресің ба, не аласың? Түсіріп атым. Көріне ма? Қазір кіріп алсын алдымен. Қалай, айтсақ барына, бірақ амал жоқ қой. Көшіріп алып, сосын сіздің атыңыздан бірден істей берсе болады. Осы ғой, Жаңа айтпа? Төле би, иә, Төле би. Ленгір 42, иә. Беріңіз, тапсырыс. Жасасын басай берейін ба? Баса беріңіз. Нұреке? Соңғы алдыңыз ғой. Айтып отырмын ғой. Жоқ, тағы да сұрайды да, аналар қателеспедің ба деп компьютер өзі сұрап отыр. Соңғысы астында. Жоқ, открыттен кейін досыңыз. Кеттік, парольді көрсетуге болмайды. Я сөзді. Жаңағы Жасұлан дегеннің газетін іздеп көрейінші, қызық үшін. Өтірік айтты ма, шын айтты ма? Маған да тауып берсе соны. Жақсы. Көз көрмейтін кісілерге хабарламаны газет арқылы жібереді. Күшті. Құдай сақта, қандай бас десеңізші ойлап тапқан, иә? Иә. Бастау. Екі рет этикасында. Мен ана ключім не ма, бұларды қап кетпей ма, жоқ? Көшіріп алуға болады? Иә, подписать етіңіз. Көшіріп алса болады. Байқатпай. Сондай жасап болады. Сақ бола алмайсыз ғой, сіз беріп қойдыңыз ғой. Контрлсы, контрлва ғой. Флешкада тұр ғой. Пока флешкадан оны ашқым сұрып алған жоқпын. Сақтау. Көшіріп алған. Флешкадан. Мусин Бағдат интернет өте күшті екен, рахмет. Иә, мынандай Ертең орнында қалмай тайып кетсең өте жақсы болады. Бірақ қалатын сияқты, жас жігіт қой. Ай жылы? 83 ба, 81-ден, е? Бірақ тупойда ақыл жастан дейтін еді. Мынаны қарсаңшы интернеттің жылдамдығын. Таңда мен киісіп алып, Бағдатқа жіберейші. Әлеумет Егов KZ. Бағдат, көріп тұрсың ба, қызметті қанша уақыт алып атқанымызды? Кентау қаласы десе? Ақш. Құдай сақта. Бәрін кондиционермен қамтамасыз етіпті. Жарайсыңдар, қызметкерлер ауырып қалмау керек, өйткені мұнда қанша адам келеді, біреу ауырып,
симптомсыз дейді, ешқандай белгісіз жұқтырып жүрсе, қанша адамдарға таралып кетеді. Мынау әкімдікке қарасты ма? Ғимарат? Әлде жаңағы департамент социальной защиты ма? Мына Бабаев па? Кім? Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы. Мынау не бәле? Скотч, екі ағаш бір-біріне қосылмайды. Мазағың бар ма не? 2021 жылы адамдар, қызметкерлерді мынандай бөлмеге отырғызып қойған не? Көрініп тұр ғой, жай скотчтап қойған, ар жағы ашық тұр. Опа, мынажар. Мына есіктер жабылмағанда, үстінде ағаштар бір-біріне қиылыспағанда, сол бос орынды скотчпен жауып қойыпты. Бір не? 90 жылдар енді тәуелсіздік алып атқан сияқтымыз. Интернет мынандай, бөлмелер мынандай. Ары бер сандалтап, қызметті бірден бір орыннан берсе болады, көз көрмейтін кісіге. Адам көріп кетті ма? Мына жаққа электрик керек сияқты бір. Байқаңыз, мына жаққа кішкентай бала келіп, мына жақта ашық сымдар тұр да. Розетка ашық тұр. Білмеймін. Арал ашық екен. Әкімдіктің балансындағы ғимарат па екен, әлде жалға алып отыр ма екен біреуден? Әкімдікке ол. Әкімшілікке қарайды ол. Вентиляция. Астағфирулла. Үстінде екі зын лампочкалар да ақ бар ғой. Олар істемейді да, бірақ ортасынан сым шығарып, кәдімгі лампочкаға қойғанда 75 сотық. Каналымыз шығып жатыр ма? Болды, кетті ғана. Так, қызмет не дейді? Қызметке тапсырып бердіңіз, мына 53-227 Нөмір. Енді заң бойынша қанша уақытта растау керек жаңағы ұйым? Қазір болды уже, ар жақта растайды, расталып тұр уже. Қана, көрейік. Оны емес, ар жақтан уже барып көреді ғой. Біз Қай жақ, ар жақ? порталға жібердік уже. Болды. Порталдан порталға ма? 53-277 жылғы уже Нұреке жаттап алыңыз. 53-277 тапсырысыңыз растадыңыз. уже ар жаққа документ. Ар жақ деген қай жақ? Сандуғаш апайларға, Жанаевтардың несіне документтерін тапсырады, жеке көмекшінің. Мына кісі біледі ғой өзі. Білесіз ба? Білемін. Болды. Болды, міне. Қызметті алдыңыз. Шықты. Жеке кабинеттен дұрыс. Әйтпесе ашық қалып қалуға болмайды. Жеке кабинет. Флешканы. Жақтың ба бәрін? Иә, жақты. Істедіңіз ба безопасно? Иә. Жақсы. Мінекей флешкаңыз. Қызметті Болды ма? алдыңыз. Қанша күн жүрдіңіз? 8-ақ күн ба? Енді негізінде 5 күні айтылды ғой, негізі база істемейді деді. Портал понедельниктен бастап істеді. Понедельник қай күн? 2-3 күн бұрын. 2-3 күн бұрын ба? Портал істемеген кім кінәлі? Сіздерде интернет болмады ма? Әлеумет Егов кезі Жоқ, вообще істемей тұрды ма? кезі өзі істемей тұрды. істемей тұрды, растайсыз, Иә. заңды қызметкер ретінде осы ұйымның. Жақсы. Алып кеттік, біз қазір басқа мәселе бойынша шағымданамыз. Жүрекке мына дербес деректер. Жүрін.